Күйеуімнің екінші өмірі. Менің атым Мадина. Мен Ерланмен 8 жыл бірге тұрдым. Осы уақыт ішінде мен өзімді бақытты әйелдердің бірі санадым. Ерлан жақсы күйеу болды. Үйге уақытында келеді, балаларға қарайды, мені ешқашан ренжітпейді. Бірақ кейде адамның ең үлкен өтірігі оның тым мінсіз болып көрінуі екен. Соңғы бір айда Ерлан өзгере бастады. Телефонын қолынан тастамайтын болды. Бұрын менің көзімше сөйлесетін болса, қазір басқа бөлмеге кіріп кететін. Жұмысын көбейіп кетті ме деп сұрадым бір күні. Я, жаңа жоба басталды деді ол қысқа ғана. Мен сенгім келді. Себебі кейде әйел адам шындықты білмегендіктен емес, отбасы бұзылмасын деп білгісі келмегендіктен үндемейді. Бір күні Ерлан телефонды үйге ұмытып кетті. Мен ешқашан оның телефонын тексермейтінмін. Бірақ сол күні ішімдегі бір сезім тоқтатпады. Экранда бір хабарлама тұр екен. Кеше кеш өте керемет болды. Сені тағы күтемін. Менің қолым мұздап кетті. Хабарлама жіберген адамның аты Айжан. Айжан мен танимын. Ол менің ең жақын құрбым еді. Сол сәтте бөлмедегі барлық зат маған бөтен болып көрінді. Мен жыламадым, тек күліп жібердім. Өйткені кейде адамның жүрегі ауырған кезде көзден жас емес, үнсіздік шығады. Кешке Ерлан үйге келгенде мен әдеттегідей тамақ дайындап отырдым. Күнің қалай өтті деп сұрадым. Ол күлімсіреді. Жақсы өтті. Мен оның көзіне қарап тұрып, менде бүгін бір қызық нәрсе білдім дедім. Ерланның жүзі өзгеріп кетті. Не туралы? Мен телефонды алдына қойдым. Ол үнсіз қалды, бірақ мен күтпеген нәрсе болды. Ерлан басын төменге түсіріп, Мадина, бәрі сен ойлағандай емес деді. Мен күліп жібердім. Себебі опасыздық жасаған адамның ең бірінші айтатын сөзі осы еді. Бәрі сен ойлағандай емес. Бірақ сол күні мен бір нәрсені білмедім. Айжан менің күйеуімді менен тартып алғысы келген жоқ екен. Оның бұл әрекетінің артында мен білмейтін үлкен құпия бар еді. Мадина сол түні үйден шығып кеткен жоқ. Ол балаларын ойлады. Жүрегі мың бөлікке бөлінсе де сабыр сақтауға тырысты. Ерлан үнсіз отырды. Айтшы, қанша уақыт болды? Деді Мадина ақырын ғана. Ерлан басын көтере алмады. Мадина, мен саған бәрін түсіндіре аламын. Мен түсініктеме емес, шындықты сұрап тұрмын. Бөлмеде ұзақ үнсіздік орнады. 6 ай болды, деді Ерлан сыбырлап. Мадинаның көзінен жас ақты. 6 ай. 6 ай бойы ол күйеуін құшақтап, оған сеніп жүрген. Ал ол болса басқа өмірін сүріп келген. Айжан мен үшін кім деп сұрады Мадина. Ерлан жауап бермеді. Сол кезде Мадинаның телефоны шырылдады. Экранда Айжан деген жазу тұрды. Мадина біраз қарап тұрды да
қоңырауды көтерді. «Мадина, мен саған бәрін айтуым керек еді», деді Айжан жылаған дауыспен. «Нені?» «Ерлан екеуміздің қарым-қатынасымыз сен ойлағандай емес», Мадина ашуланды. «Сен менің күйеуіммен жүргенімді қалай түсіндіресің?» Арғы жақта Айжан үнсіз қалды. Сосын: «Мен Ерланды жақсы көрген жоқпын». Мадина таң қалды. «Онда не үшін?» Айжанның дауысы дірілдеді. «Себебі мен сенің отбасыңды құтқарғым келді». Мадина түсінбей қалды. «Нені айтып тұрсың?» «Ерланның қарызы бар, үлкен қарызы. Ол сені және балаларыңды қиындыққа қалдырмас үшін бәрін жасырып жүрді. Мен оған көмектесуге тырыстым». Мадина үнсіз қалды. Оның ойына соңғы айлардағы жағдайлар келе бастады. Ерланның шаршауы, кеш келуі, үнемі уайымда жүруі. Бірақ бұл оның жасағанын ақтамайтын еді. Келесі күні Мадина Ерланмен сөйлесті. «Неге маған айтпадың?» Ерланның көзіне жас келді. «Сен мені әлсіз деп ойлап қаласың деп қорықтым». Мадина ауыр күрсінді. «Сен менің күйеуім болдың. Мен сенің қасында қиындықта да болуым керек еді. Бірақ сен мені өз өміріңнен алып тастадың». Сол күні Мадина бір шешім қабылдады. Ол кешіру мен ұмыту екі түрлі нәрсе екенін түсінді. Алда оны ең қиын таңдау күтіп тұрды. Ол отбасын сақтап қала ма, әлде өз бақыты үшін жаңа өмір бастай ма?